Эй, не сыйлатсың. Қайыртан достар, қалайсыздар? Бүгін Алматы кішкене аяздау, бірақ керемет болып күн шығып, әдем болып тұр. Сол погода дейтін керемет. Мен қазір үйден шықтым. Жұмысқа қарай. Қазір бірінші кірпікке барам. Кірпіктен кейін косметологқа барам. Бірақ бүгін мен косметологқа барам, короче. Одан кейін жұмысқа барам, съемка түсіруге. Одан кейін барып тағы да бір жерге барам. Сонымен үйге келем. В общем, сол мен бүгін вся в черном, болып черная пантера болып тұрмын. Мен тырнағым да қап-қара. Бұл камерам кішкене кірлеу болып тұр ма? Oh my goodness. В общем, сол кеше маникюрға барғам. Керемет болып қап-қара болып киініп алдым. Под маникюр. Так, таң сағат 6. Менде ұйқы жоқ. Қарным ашып кетті. Дүкенге бара жатырмын. Бізде аяз. Қайырлы таң. Аман бармай. Ұйқысы шандығы болса, ұйқынды. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Көп адам жетістікке жеткісі келеді, бірақ кішкентай дүниелерді жасай алмайды. Осы 2026-ға дәл осыны мақсат етіңізші. Таңертең азанда ерте тұрамын. Мен 2026-да өзіме мақсат қойдым. Күнде таңертең 5-те тұрамын. Альхамдулиллах, бүгін 5-те ояндым. Шүкір Аллаға. Бұл менің енді бірінші күнім емес. Бірінші өзім жасап көрдім. Содан кейін барып сіздерге айтып жатырмын. Негізі адамда шын ниет болатын болса, қолынан келеді. Ал ниет өтірік болатын болса, онда сол баяғы ұйқыны жалғастырады. Таңертең ерте оянған кезде тіліңізден шығатын бірінші сөзіңіз Аллахтан кешірім сұрау болсыншы. Таңыңызды Аллахтан кешірім сұрап бастайтын болсаңыз, сіздің күні бойы иншаллах жолыңыз ашық болады. Саламалейкум. Бішім әлі ұйықтамадық, ұйқы жоқ. Бүгін бұйырса қалада болам. Бүгін сендермен бір жақсы жаңалықпен бөлісуге Ал мына бұзықтың істеп тұрғанына қараңдар. Енді? А теперь что? Что теперь? А? 1, 2, 3. Ал кеттік давай. 1, 2, 3. Жүр. Ал, не шықтың?